Армысыздар қадірменді оқырмандар және әріптестер. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында Абай даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні сияқты ұлттық салт дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс деп айқын көрсеткен болатын. Биыл қазақ поэзиясының тәңірі, құдіретті ақын, ұлы Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай Панфилов ауданы Еңбекші кітапханасында ғылым таппай мақтанба тақырыбында кең көлемде кітап көрмесі ұйымдастырылды. Мұндағы мақсатымыз халқымыздың дана ақыны, ғұлама, ойшыл, сазгер Абай Құнанбайұлының шығармаларын насихаттау, бүгінгі ұрпақтарының Абай мұрасына қызығушылығын арттыру, оқып білуге, тани түсінуге ынталандыру болып табылады. Абай қазақтың, адамзаттың ұлы, Абай қайта тумас бір әлем. Абай атамыздың шығармашылығы даналықтың, рухани жаңғырудың негізгі көзі. Абай атамыз қазақ әдебиетінде қайталанбас зор тұлға, ақын, философ, ағартушы. Ұлы Абай қазақ халқының руханияты мен мәдениетінің символы болып табылады. Абай поэзиясы қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Тек қана Абай атамыздың өлеңдерінен қазақ даласының табиғаты, қазақ өмірінің шындығы, қазақ халқының сезім сыры, арман тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері түгел көрініп сезіледі. Абай атамыздың шығармашылығымен танысу сананы оятып, ойға ой қосады, жаңа көңіл күймен сезімге бөлейді, асыл армандарға жетелейді. Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін тебіренткен сансыз ойлары, тамаша шығармалары, қара сөздері мен жалынды жырларында маржандай төгілдіреді. Оның әрбір сөзінен соншама жақын леп сезіледі. Ол леп өткен заманның лебі болса да бізге түсінікті әрі жүрегімізге қонымды. Өйткені Абай лебі, Абай үні, Абайдың тынысы бүгінде теңдік алып, дербес ел атанған қазақ елдермен терезесі тең болған кең байтақ Қазақстанның, қазақ халқының тынысы. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған деп ақын өзі айтып кеткендей, Абай бүгін жарқын бейнесімен, жалынды жырымен, нақыл сөздерімен де бізбен жасасып келеді. Қазіргі таңда шараларымыз онлайн түрінде болғандықтан өлеңменен оятып әр санан атты Open Air ұйымдастырылды, яғни ашық аспан астында Абай атамыздың өлеңдерін оқырмандарымыз тарту етеді. Қабыл алыңыздар. Абай Құнанбаев 1899 жылы жазған өлеңі. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық, басың бос, қайғысыз, ойсыз мас күнің, кімді көрсін, бәрі дос. Махаббат қызық мол, мал мен бақ, көрінуші еді дос қортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер, жылайын, шыдан бер, сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер, жамап сынайын. Абай Құнанбаев, әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалай, қайратпен нақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқа екеу соғысыз, бітсе қалса қазаққа, алды жалын артымыз, барар еді қай жаққа. Пайданы көрсем басырып, артылам деп өзгеден, күнде естігін қоздырып, азапқа қалмақ езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай Құнанбаев атамызға 175 жыл толуына орай мен сіздерге ғылым таппай мақтанба деген тақпағын тарту етемін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз
тілесеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес асылыс көнсеңіз, талап еңбектерің ой, қанағат рақым ойлап қой. Жамандық көрсең, нәфрәтлі, жақсылық көрсең, ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Абай атамыздың өлең сөздің патшасы, өлеңнің сынамы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырып елданасы. Тілге жеңіл жүрекке жылы тойып, тептегі жұмыр келсін айналасын. Бүйтіп сөзбен болғанса сөз сарасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Өлеңге ақ бар таласы, сонда да сол алдың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз сарасы, ол ақынның білімсіз бишарасы.